Медитацияны лотос түрінде ғана істеу бұл міндетті нәрсе емес. Егер де сіз медитацияны буддист басқа діннен адамы ғана жасайды деп ойласаңыз, онда бұл қате пікір. Себебі медитация ғылыммен зерттелген, пайдасы дәлелденген нәрсе. Медитацияны жалпы алғанда бұл миды дамытуға арналған жаттығу деуге де болады. Жаттығу дегенде жай отырып жаттығу жасау. Қызық нәрсе. Егер де бейне ұнайтын болса, онда арнаға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Алдияр, бастайық. Медитация сырттан қарағанда бір уақыт аралығында жай көзіңді жұмып отыру, немесе көзіңді ашып отыру бұлай да болады екен. Бірақ бұл соншалықты оңай нәрсе емес. Медитацияның бір түрі тұрақты медитация. Бұл бір нәрсеге мән беріп отыру. Мән беруге арналған нәрсені якір деп алайық. Якір мантра, музыка, дыбыстар және де ең танымалы бұл дем алуға мән беру. Яғни, міне, дем алдым, дем шығардым. Бұл сырттан қарағанда оңай сияқты, бірақ бұл тек қана сырттан қарағанда. Бұл негізінен өте қиын нәрсе. Себебі сіз тек қана осы нәрселерге мән беріп отыра алмайсыз. Сіздің миыңызге түрлі ойлар, түрлі естеліктер келе бастайды. Сіз бұдан қашып құтыла алмайсыз. Медитацияның барлық мағынасы осыда. Артық ойдан құтылу. Және де медитацияны істеп болғаннан кейін түк те өзгермеген сияқты болады. Бірақ күннен күнге істей беретін болсаңыз, онда пайдасын байқай бастайсыз. Себебі медитацияның пайдасы бірден тимейді. Медитация жасап жатқанда ми альфа ритмге көшеді. Бірден оңай тілмен сөйлейік. Сіз медитация жасап жатқанда сабырлы және өз-өзіңізге сенімді бола бастайсыз. Және де шаршау, напряжение төмендейді. Есте сақтау, зейін салу, өз-өзіңізді ұстап тұру, және де ауруларға қарсы тұру қабілеттеріңіз дамиды. Сосын саналы түрде шешім қабылдау, яғни осознанностьіңіз да дамиды. Бұның бәрін енді интернеттен алдым. Ал маған 30 күнде тиген пайдасын білгіңіз келсе, ол туралы мен бейнен ең соңында айтамын. Мен негізі осы челлендждің барысында ғана медитация жасаған жоқпын. Мен бұрыннан бері медитацияны істеп келе жатырмын. Бірақ ол 2-3 күн ғана тоқтамай істеймін де тастап кетемін. Бір сөзбен алғанда әдетке айналдыра алмадым. Ал қазір бұл менің әдетіме айналды десек те болады. Мен бұрында бастағанымның кесірінен сіздерге бірінші кездері қандай қиын болатынын айта алмаймын. Мен медитацияны ұйқыдан тұрғаннан кейін жасаймын. Содан бұл қашан тұратыныма байланысты. Егер таңертең тұрсам, таңертең жасаймын. Түсте тұрсам, түсте жасаймын. Ал бұлай қашан жасағанның айырмашылығын байқаған жоқпын. Бір ғана айырмашылығын байқадым. Бұл ұйықтардың алдында. Мен кейде түнде ұйықтай алмай жатамын. Содан мен отырып, медитацияны қаншалықты ұзақ жасай алам, соншалықты жасаймын. Көзімді ашпай, себебі көзімді ашып таймер қойсам, онда ұйқымды ашып жіберемін ғой. Сосын медитацияны жасап болған соң қайта жатам ғой, сразу ұйықтап қалам. Бұл мидың толған ойлардан құтылуының арқасында деп ойлаймын. Сосын мен медитация жасап жатқанда, мен бүкіл ойдан құтылам ғой, толықтай емес енді. Менде лобная доляда бір түрлі сезім пайда болады. Мен нейробиолог емеспін, бірақ өз ойымша жаңа нейрондар қалыптасатын шығар деп. Лобная доля ол біздің сөйлеу, жазу және де осознанностьімізге жауап береді. Медитация қандай қалыпта жасағыңыз келеді, сондай қалыпта жасайсыз. Бірақ екі ережесі бар. Олар біріншіден белді тік ұстау керек, екіншіден дене бос болу керек. Себебі сіздің бос дем алуыңызға мүмкіндік болу керек. Сосын өзімнен бас тіке қарап тұру керек. Мойныңыз ауыра бастайды. Және де киімді айта кету керек. Себебі сіз қысатын, ыңғайсыз киімді киетін болсаңыз, онда сіздің барлық ойларыңыз соған бағытталған болады. Содан сіз бос киім, өзіңізге ыңғайлы, ойыңызды алаңдатпайтын киім кисеңіз дұрыс болады. Және сіздің қай жерде медитация жасайтыныңыз маңызды. Себебі бұл да сіздің ойыңызды алаңдатуы мүмкін. Сондықтан да мүмкіндігіңізше тыныш жер немесе сізді алаңдатпайтын жерді тауып алу керек. Қаншалықты ұзақ істеу керек. Мен бастағанда да қазіргі уақытта да 5 минуттан істеп жүрмін. Себебі сіз бір күнде 40 минут жасап, болды деп бір істемей қоймайсыз ғой. Миды дамыту, денені дамыту сияқты жүйелікті, күнделікті істелінуін қажет етеді. Сол кезде ғана нәтиже шығады. Содан мен тастап кетпейтіндей 5 минутқа қойдым. Онда мен бұрындары 10 минутқа қойып шыдай алмай тастап кететін. Медитация, менің ойымша, өзіңді дамытуға бара жатқан адамдарға арналған. Және де сол адамдарға медитация керекті нәрседе зейінді ұстап тұруға үйретеді деген шешімге келдім.
Жалғастырамын ба? Мен әлі де жалғастырып жүрмін. Осы бейнені түсіріп жатқанда 47-ші күн медитация жасап жүрмін. Мені айтқанымдай, медитациядан тиген пайдасы ол бір нәрседе зейінді ұзақ уақыт бойы ұстап тұра алатын болдым. Міне тиген пайдасы. Өзім байқаған.